Это село Чистое Мамлютского района. Смотри, как разлилось. Вот так вот люди на лодках. Бұл бейне жазбаны Владимир Жигулев көктемгі тасқын кезінде түсірген. Содан бері 4 ай өтсе де Чистое ауылындағы жағдай күн өтпегенде өзгеріссіз қалыпты. Тек айналадағы судың балдырға толып, жасыл түстене бастағаны болмаса, көктемнен бері үйі судың астында қалған Владимир Жигулев қорасында мал ұстай алмай, тіпті ауласында бау-бақша еге алмай қалғанын айтады. Весна начала, это 6 апреля. Менің артымдағы жерге жылда картоп егетін едік. 6 сәуірден бері үй жайымыз судың астында қалғалы бері қолымыз байланып қалды. Ешкім судың арнасын бұрған жоқ. Көктемде барлығын тасқыннан құтқарып жүріп, бізді мүлдем ұмытып кетті. Чистое ауылындағы үйлердің аулаларындағы жиналған су тізеден төмен деңгейде. Ал былтыр ғана көше болған мына жолдарда белуардан асатын судан тіпті жүру мүмкін емес. Үйлердің маңына жиналған жем, өзге де малға беретін азық тасып келген көл суынан әлдеқашан бүлініп жарамсыз болып қалған. Ал тауықтары қырылып қалған жұртшылық ол үшін өтемақы да ала алмағандарын айтады. Оған қоса борсыған иіс басқан ауылда демалу қиын дейді. Шектен тыс ылғалдылық кесірінен маса да қаптап кеткен. Вот последний срок 4 ай бойы суды сорамыз деп келе жатыр. Соңғы рет тамыздың 1 мен 10 аралығында жұмыстарды аяқтаймыз деді. Уәде күйінде қалды. Насос сатып әкелеміз деген насостары да жоқ, өздері де жоқ. воды пусть возят нам хороший. Таза сусыз отырмыз, су ішкіміз келет. Құдықта істен шыққалы қай уақыт осы көлдің суын ішіп жүрміз ғой. Жергілікті атқарушы биліктегілер әлі күнге дейін су соратын құрылғылары қолдарында жоқ екенін айтады. Сөздерінше бұған дейін істеген су соратын насос істен шығып жаңасын алмақшы. Ал өтемақы алмадық деген жұртқа отын мен жем-шөп берілетінін айтады. Сама вот озеро разлилось. Ауылдың маңындағы көлге еріген қар суы қосылып, алқаптардан су ағып келген. Көптен болмаған жағдай. 10 күннің ішіне мотопомпа аламыз. Тәулігіне 500 куб су тартады. Жанармайдың да мәселесін шешеміз. 10 күннің ішінде мәселе толық шешімін табады деп ойлаймын. Дегенмен 4 ай бойы атқарылмаған жұмыстардың тез арада шешілетініне тұрғындарда күмән мен күдік басым. Сол себепті аудан атқамінерлерімен 4 айда бітпеген жұмыстар тек жоғарыдағы биліктің араласуымен ғана шешілуі мүмкін дейді тұрғындар.